Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда осындай ұсақ балықтарды қору тәсілімен бөлісетін боламын. Балықты сыртқы қабыршақтары мен ішкі бөліктерінен жақсылап тазартып аламыз. Және салқын суда балықты жуып аламыз. Жуып тазартылған балықты енді осы видеода көрсетілгендей кесіп алатын боламыз. Қалған балықтарды түгел осы видеода көрсетілгенде барлығын біркелкі етіп кесіп алып, және көз мөлшерімен әр балыққа тұзын салып шығатын боламыз. Көп жағдайда балыққа тек қана тұз сеуіп қуырып жатады. Бірақ та қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Мен балыққа кинза приправасын қосып қуырамын. Сонда балықтың дәмі өте ерекше болып шығады. Тұзы мен дәмдеуішін сеуіп болған соң балықты осылай араластырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған балықты екі бетін ұнға аунатып, қызып тұрған майға қуырамыз. Балықтың бірінші бір бетін 3-4 минут қызарғанша қуырамыз, және бір жағы піскен соң екінші жағын ауыстырып пісіріп аламыз. Осымен біздің балығымыз дайын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып кетіңіз.